Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз, яғни бүгін жаңа бөлім, біздің өтетініміз 9-шы бөлім, Қазақстандағы туризм және экотуризм деп аталады. Тақырыбымыз туризм туралы түсінік. Мақсатымыз мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілген мәселені болжау. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Енді сіздерде кітаптарыңызда 176-шы бетте туризм туралы түсінік атты мәтін бар. Біз сол мәтіннен осылай 3 дәйек сөзді теріп алдық. Және сол дәйек сөздер, яғни үзінділер не туралы екендігін сіздермен бірге оқып танысайық. Бірінші, саяхат адамдардың кеңістіктегі қозғалысы. Яғни бірінші саяхат туралы айтылып жатыр. Екіншісі, туризм жеке тұлғалардың ұзақтығы 24 сағаттан 1 жылға дейін не 24 сағаттан аз, бірақ уақытша болған жерде ақы төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп өтетін саяхаты. Яғни біздің екінші алған дәйек сөзімізде туризмнің анықтамасы берілген екен. Үшінші, туризм дамуына әсерін тигізетін маңызды сыртқы факторларға мыналар жатады: табиғи, географиялық, мәдени, тарихи, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, саяси, құқықтық, технологиялық, экологиялық. Яғни үшінші біздің алған дәйек сөзімізде осы туризмға, яғни дамуына әсерін тигізетін факторлар туралы айтылған екен. Демек, осы біз алған 3 дәйек сөзге сүйене отырып, мәтінде көрсетілген мәселені анықтайық. Ол саяхат туралы, туризм дегеніміз не, анықтамасы және оған қандай факторлар әсер ететіндігі, олардың нешеге бөлінетіндігі туралы айтқан екен. Яғни біз мәтінне көтерілген мәселені дәйек сөздер арқылы анықтадық. Енді тілдік бағдарға көшейік. Пунктуация атты біз бөлімді бастаймыз сіздермен бірге. Пунктуация дегеніміз не екен? Бір нәрсені жазғанда, оқығанда, айтқанда, ойды басқаға түсіндіру үшін қолданылатын тыныс белгілері ережелердің жиынтығы. Яғни тыныс белгілері. Пунктуация тыныс белгілері туралы ілім. Ол айтылмақшы ойды екі-үшті етпей, дәл, түсінікті де тиянақты етіп білдіру үшін қолданылады. Яғни бізде қазақ тілінде тыныс белгілері болмаса, біздің сөзіміз, айтылатын ойымыз тиянақты әрі дұрыс жеткізілмейтін еді. Бізге сол үшін пунктуация ілімі керек екен. Яғни біз бүгін тағы да сіздермен бірге тыныс белгілерінің қабаттасып қолданылуын өтеміз. Оның бірнеше түрлері бар. Бірінші, біз сөйлемде екі жақшада кейде қабаттасып келеді екен. Яғни бір сөйлемнің ішінде екі жақша қабаттасып келеді. Қарайық мысалдан, оның астындағы жарау көк биесі, қолындағы тобылғы сапты бұзау тіс қамшысы, қызылқайың сойылы, желқом сияқты. Желқом деп қапталында бір нәрсенің жанын қаптал дейді. Яғни қалың киізі бар, тоқымсыз салынған ерді айтады. Жыртылған киіз тоқымы, кішкентай ері, ұзын қайысқан жағалары, жіңішке темір үзеңгісі, өрен жүгені, қарақыл шылбыры бәрі біріне бірі үйлесімдеді. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай желқом деген жерден бастап жақша қойылған, не үшін жақша қойылған? Өйткені желқом деген сөздіге анықтамасын айтып кеткен. Және де оның ішінде қапталында деген сөзді түсіндіріп кеткен, тағы жақша ашқан. Мұны қабаттасып екі жақшаның қолданылуы осы екен. Екінші, кейде сызықша қойылуға тиісті жерге сұрау, леп белгісі, көп нүкте, үтір қойылуға тиіс болса, сызықша да олармен бірге қабаттасып қойыла береді. Сызықша осы белгілерден соң ғана қойылады. Қараймыз. Егоров маған, бізге қарай тез шегініңдер, қоршауда қаласыңдар, деді. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, бізге дегеннің алдына қойылған сызықша, және де мына жерде қабаттасып қойылып тұр, қоршауда қаласыңдар, үтір және сызықша. Осыны айтамыз, қабаттасып қойылуды. Екінші түрі осы екен. Үшінші түрі, тырнақша алдында қойылған сұрау, леп, я, көп нүкте, қос нүкте сияқты тыныс белгілері тырнақшаның жабылатын екінші сыңары соңынан қойылмайды. Тырнақшаның алдыңғы сыңарының алдынан ғана қойылады. Сен әрі суық, әрі қатты мұқтаждық көрген кезінде туып едің. Үтір және сызықша деуші еді дейді. Бұл үшінші түрі. Төртінші түрі, сөйлем мен сөйлемнің не сөйлем мүшелерінің арасында жақша тұрса, жақшаның алдыңғы сыңарынан соң қойылуға тиісті үтір ол жерге қойылмайды. Ол жақшаның екінші сыңарының сыртынан қойылады. Мысалы қарайық. Ғимади ағайыңыз алма ағашы химиялық тыңайтқышсыз-ақ өсуге тиісті деп ойлайды.
бұрын өсуші еді ғой, үтір. Яғни екеуі тағы да айқайласып қалады. Ойлайды деген жерде қойылу керек еді, бірақ бұл жерде жақша ашылып, бұрын өсуші еді ғой деген сөз қойылғаннан кейін барып қана үтір қойылған екен. 5-ші, ремарка алдындағы сөйлемнен кейінгі қойылуға тиісті нүкте ол жерге қойылмай, ремаркадан соң қойылады. Ремаркадан бұрынғы сөйлем хабарлы болса, ремарканы қоршаған жақшаның алдына нүкте қойылады да, ремаркадан кейін қойылмайды. Міне, Айдар, Абайға рас жаңағыдай күйініш айтқанша, өзімді қалжың етсеңіз де, осындай әзіліңізді айтсаңыз екен. Бұл жерде екеннен кейін леп белгісі қойылған, жақша ашылып күлкі дегенде нүкте қойылған. Ремаркадан кейін нүкте қойылған екен. Келесі 6-шы, нүкте, сұрау, леп белгісі, көп нүктелер жақшаның алдыңғы сыңары алдынан қойыла береді. Мысалы, Қанеки, мес жоғалт мынаның көзін, көп нүкте қойып, мес тез жүретін адам еді деп жақшаға алып, сосын барып нүктесін қойған екен. Міне бұл біздің тыныс белгілерінің қабаттасып қолданылуын осылай 6 түрмен бізге түсіндірген екен. Енді сіздерге үй тапсырмасы, тыныс белгілерінің осы жаңа өткен біздің қабаттаса қойылуының әр түріне сөйлемдер құрамдар өздеріңіз, яғни 6 түріне. Және 178-ші беттегі 3-ші тапсырманың А бөлігін орындаңыздар. Сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды.